Жүзімнің жапырағынан тамақ дайындап көргендер бар ма? Егер де білетіндеріңіз болса, комментарияға жазып кетіңіз. Білмейтіндеріңіз видеоны соңына дейін қарап, жүзімнен жасалатын такаш тамағының рецептімен бөлісетін боламын. Рецепті жоғалтылмас үшін міндетті түрде каналыма подписация жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен теріп алған жүзім жапырақтарымызды ыстық суға салып, қақпағын жауып бұқтырып қоятын боламыз. Оған дейін арасына салатын салмасын күріш, тартылған ет, пияз және тұз, паприкамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, осылай салмасын дайындайтын боламыз. Оған дейін біздің осылай жүзім жапырақтарымыз дайын болып шығады, дәл осындай түске енеді. Содан кейін барлығын суынан сырғытып алып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, жүзім жапырақтарымызды түйетін боламыз. Достар, түйелі жолы өте оңай, ешқандай да ашылып, шашылып кетпейтін болады. Күріштеріңіз дәл видеода көрсетілгендей етіп, түйіп жасайтын боламыз. Бұл тамақты бізде такаш деп атайды. Бір жерлерде дольма деп атайды. Өзбекстанда, мысалы Өзбекстан елінде дольма деп атайды бұл тамақты. Ал сіздерде қалай атайды? Біздің Қазақстанда такаш, долма деп атайды. Егер де видеом сіздерге қызық болып жатса, міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Осылайша жүзім жапырақтарымыздың барлығын осылай ішіне салмасын салып түйіп алғаннан кейін, осылай қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, оның үстінен пияз, болгарский помидорымызды салып қызартып қуырып алатын боламыз. Одан кейін үстінен осылай картоптарыңызды салып, барлығын жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Татымына қарай тұзымызды салып, тағы да 1-2 араластырып, оның үстінен жаңағы дайындап алған долмаларымызды теріп шығатын боламыз. Теріп шыққаннан кейін үстінен 1 шөміш су құятын боламыз. Сонымен қақпағын жауып, өзінің буына пісетіндей етіп, газымызды орташа отқа қойып қоятын боламыз. Кемінде 35 минут шамасында пісіп шығады, достар. Осылайша менің такаштарым пісіп шықты, ешқандай да жыртылмай, езілмей, шашырамай шықты. Енді бөлегінге салып алып, енді астындағы картоптарымызды салып алатын боламыз. Бұл картопты етпен бірге қуырсаңыздар да болады. Мен картоптың өзін ғана қуырдым. Осылай такаштарымыз тамағымыздың бетіне теріп шығамызда, ортасына өз қалауларыңыз бойынша укроп сеусеңіздер де болады, достар. Мен укроп сеуіп, отбасыма, балаларыма бердім. Барлығына өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом егер де сіздерге қызық болған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп алып, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.